Құрметті оқырмандар, бүгінгі біздің тақырыпта борсық майы, яғни борсық майының адам өміріне берер әсері мол екенін атап өтетін боламыз. Яғни борсық майының құрамы. А дәрумені. Ол ұзақ жылдар бойы жастықты сақтауға көмектеседі және шаш, тырнақ, тістер керемет көрінеді. Б тобының витаминдері. Олар өте жақсы қан тамырлары мен жүйке жүйесіне әсер етеді. Белсенділігіне көмектесу үшін тамаша. Сонымен қатар инфаркт, сондай-ақ инсульт сияқты жағымсыз аурулардың қаупін азайтады. Борсық майы емдік қасиеттері. Борсық майы рак клеткаларының көбеюін басуға көмектеседі. Сонымен қатар денені осы қорқынышты аурудан тамаша қорғайды. Майдың қабылдануы ағзадағы процестерде қартаю процесін баяулатады. Сонымен қатар бүкіл дененің терісін жасартуға көмектеседі. Борсық майы қабынуға қарсы әсерге ие. Сонымен қатар ішек пен ас қорыту жолдарының жұмысын қалыпқа келтіреді. Метаболизм жақсарады, қан айналымы жүйесі қалыпқа келеді. Сало жөтелге қарсы тамаша құрал. Бұл әсіресе туберкулез таяқшасын емдеуге тиімді. Салом бронхит пен астма ауруының түрлерін тиімді емдейді. Бірақ қалаған нәтижеге жету үшін борсық майын қолданудың барлық қыр-сырын зерттеу керек. Әдетте препарат 15 және 30 күн ішінде қабылданады. Бұл емдеу курсы ересектерге күніне бір немесе 2 рет бір ас қасықтан, жақсырақ тамақтанудан 30 минут бұрын, ал балалар бір шай қасықтан ішеді. Қатты жөтелге борсық майын қалай қолдануға болады? Борсық майын күніне 3 рет бір ай бойы бір қасықтан ішеді. Бірақ бұл асқынған және созылмалы ауруларға арналған. Ал жөтел жаңа бастаған болса, онда науқас бір аптадан кейін сау болады. Аурудың ізі жоқ. Май ауыр күйіктерге, жәндіктердің шағуына, сондай-ақ созылуларға, бел ауруына, буын ауруына және тіпті артрит үшін тамаша көмекші. Кішкентайларға арналған борсық майы. Балаларға борсық майын беру өте ұсынылады, өйткені оның ерекше қасиеттері бар және көптеген ғасырлар бойы нәрестелерді әртүрлі аурулардан құтқарып келеді. Айта кету керек, алдын алу шарасы ретінде мұндай құнды өнімді пайдаланудан бас тартпау керек. Назар аударыңыз, тіпті жылан уы да борсыққа әсер ете алмайды, өйткені тері астындағы май қабаты жасушалары уланудан тазартады. Осылайша қорғаныс рефлексін күшейтеді. Борсық майының балаларға пайдасы: иммунитетті күшейтеді, қамнудың алдын алады, бронхитті емдейді, зар шығару жүйесін пайдалы, тырнақтар мен шаштар тез өседі. Безеу. Борсық майы да жылы сүтте ерітіледі. Оған тәттілік пен дәм үшін бал қосылады. Қаласаңыз ара өнімін джеммен ауыстыруға болады. Балалардың аяғын, арқасын, кеудесін май жағуды ұмытпаңыз. Дәрі-дәрмекті қажетті аймаққа таратып, оны теріге айналмалы қозғалыстармен сүртіңіз. Борсық майы химиялық қоспасы жоқ табиғи өнім болып табылады. Сол себепті сақтау қағидаларын сақтаған дұрыс.